Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 110-шы сабақ өзіңді тексер. Тиімді есептеу тәсілдері тақырыбы. Бірінші тапсырма. Өрнектерді ықшамда. 6 қосу 7 қосу 7 қосу 6 өрнегі. Оны ықшамдап 6 көбейту 2 қосу 7 көбейту 2 деп жазамыз. 6-ны 2-ге көбейткенде 12 болады. Қосу 7-ні 2-ге көбейткенде 14 болады. 12-ге 14-ті қосқанда 26 болады. Келесі өрнекте 3 5-тің қосындысын 5 көбейту 3 деп аламыз. Азайту 4 көбейту 2. 5-ті 3-ге көбейткенде 15 болады. Азайту 4-ті 2-ге көбейткенде 8 болады. 15-тен 8-ді азайтамыз, 7 болады. Келесі өрнекте 27 азайту 15-ті жазамыз. Қосу 2 7-нің қосындысын 7 көбейту 2 деп жазамыз. 27-ден 15-ті азайтқан 12 болады. Қосу 7-ні 2-ге көбейткенде 14 болады. 12-ге 14-ті қосқанда 26 болады. Келесі өрнекте 24-ті жазамыз. Қосу 2 8-дің қосындысын 8 көбейту 2 деп жазамыз. Қосу 26. 24-ге 26-ны қосқанда 50 болады. Қосу 8-ге 2-ні көбейткенде 16 болады. 50-ге 16-ны қосқанда 66 болады. Екінші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап. Бірінші есепте, бірінші амал жақшаның іші орындалады, екінші бөлу, үшінші қосу амалы орындалады. 13 азайту 10. Бұл бірінші амал. 13-тен 10-ды азайтамыз, 3 болады. Екінші амал. 18-ді 3-ке бөлеміз. Тең 6 болады. Үшінші амал. Осы 6-ға 53-ті қосамыз. 59 болады. Өрнектің мәні 59-ға тең. Екінші өрнекте бірінші көбейту, екінші тағы да көбейту амалы, үшінші азайту амалы орындалады. Бірінші 9-ға 2-ні көбейтеміз. 18 болады. Екінші амал 3-ке 6-ны көбейтеміз. 18 болады. Үшінші амал 18-ден 18-ді азайтамыз. Тең 0 болады. Өрнектің мәні 0-ге тең. Үшінші өрнекте бірінші бөлу амалы, екінші көбейту, үшінші қосу амалы орындалады. Бірінші 28-ді 4-ке бөлеміз. Тең 7 болады. Екінші 9 көбейту 3 тең 27 болады. Үшінші амал қосу амалы 7-ге 27-ні қосамыз. 34 болады. Өрнектің мәні 34-ке тең. Үшінші тапсырма. Әріпті өрнек құр және оның мәнін тап. А есебі 36-ны 9 бен 5 сандарының айырмасына бөлу. 36-ны бөлеміз 9 бен 5 сандарының айырмасына. 36 бөлу бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 9-дан 5-ті азайтамыз, 4 болады. 36-ны 4-ке бөлеміз, 9 болады. Ә есебі 17 мен 13 сандарының қосындысын б-ға көбейту. Мұндағы б 3-ке тең. 17 мен 13 сандарының қосындысын б-ға көбейту. Мұндағы б тең 3-ке. Б-ның орнына 3-ті қойып есептейміз. 17 қосу 13 көбейту 3. 17-ге 13-ті қосқанда 30 болады. Көбейту 3. 30-ды 3-ке көбейткенде 90 болады. Төртінші тапсырма.
Өрнектерді салыстыр. Бірінші өрнекте 18-ді 3-ке бөлеміз. 6 болады, оған 29-ды қосамыз. 35 болады. Келесі жағында 14-ті 1-ге бөлгенде 14 болады, оған 28-ді қосамыз. 14-ке 28-ді қосқанда 42 болады. Сонда 42 35-тен үлкен. 14 бөлу 1 қосу 28 өрнегі артық болады. Келесі 4 көбейту 3 12 болады. Бөлу 11-ден 9-ды азайтамыз. 2 қалады. 12-ні 2-ге бөлгенде 6 болады. Ал мұнда 3 көбейту 4 12 бөлу 5-ке 1-ді қосқанда 6 болады. 12-ні 6-ға бөлгенде 2 болады. Сонда 6 2-ден артық. Келесі жағында 6 көбейту b, b көбейту 6. Бұл екеуінен де бірдей сан шығады. Енді бірдей саннан 8-ді азайтқанда көп сан шығады ма, әлде 9-ды азайтқанда ма? Әрине, аз санды азайтқанда үлкен сан шығады. Келесі 70 азайту b бөлу 8-ден 5-ті азайтамыз 3 болады. Ал мұнда 70 азайту b бөлу 4-ке 1-ді қосамыз 5. 70 азайту b екі жақта да бар, олардан бірдей сан шығады. Бірдей санды 3-ке бөлген артық па, әлде 5-ке бөлген артық па? Әрине, кіші санға бөлген жағы артық болады. Келесі ой сергек және санамақ. Бірінші тапсырма. 6 таяқшадан 4 сүйір бұрышы бар фигура құрастыр. Сүйір бұрыш деп тік бұрыштан кіші бұрышты айтады. 6 таяқшаны пайдаланып 4 сүйір бұрыш бар фигура құрастырдық. Бірінші таяқша 2, 3, 4, 5, 6 таяқша. Енді бұрыштарын қараймыз. 1 сүйір бұрыш, 2 сүйір бұрыш, 3 сүйір бұрыш, 4 сүйір бұрыш. Ал қалған екеуі ол доғал бұрыш болып саналады. Екінші тапсырма. Үстел мен шкафтың арасы 4 метр. Егер үстелді 2 метр оңға, ал шкафты 2 метр солға жылжытса, олардың арасы неше метр болады? Шешуі: үстел мен шкафтың арасы 4 метр. Егер үстелді 2 метр оңға, ал шкафты 2 метр солға жылжытса, онда олардың арасы 0 метр болады. Демек, жауабы үстел мен шкафтың арасы 0 метр. Үшінші тапсырма. Суретте барлығы неше үшбұрыш бар? Суретте барлығы 11 үшбұрыш бар. Төртінші тапсырма. Мен бір сан ойладым. 25 пен 16 сандарының қосындысының мәні мен ойлаған саннан 10-ға кем. Мен ойлаған санды тап. Ең алдымен 25 пен 16 сандарының қосындысын табамыз. 25 қосу 16 тең 41 болады. Осы 41 саны мен ойлаған саннан 10-ға кем дейді. Демек, ол санды анықтау үшін 41-ге 10-ды қосамыз. Тең 51 болады. Жауабы: мен 51 санын ойладым. Бесінші тапсырма. 1-ден 13-ке дейінгі сандарды тігінен де, көлденеңінен де қосқанда, нәтижеде 25 шығатындай етіп торкөздерге орналастыр. Ескерту: бір санды екінші рет қолдануға болмайды. Бірінші үшбұрыштан қосындысы 25 шығу үшін 12 және 10 сандарын пайдаланамыз. Сонда үшеуін қосқанда 25 болады. Екінші үшбұрышта 25 саны шығу үшін 6, 8 және 4 сандарын пайдалануға болады. Сонда барлығының қосындысы 25-ке тең. Ал үшінші үшбұрышта 11 және 13 сандарын қолдануға болады. Сонда үшеуінің қосындысы 25-ке тең.
Ал көлденеңінен 25 шығу үшін мұнда 7 және 9 сандарын пайдалануға болады. Барлығының қосындысы 25-ке тең. 6-шы тапсырма. 9, 5, 2 және 19 сандарын пайдаланып, 2 қосынды құр. Сонда бірінші қосындының мәні екінші қосындының мәнінен 4 есе артық болатындай болсын. Бірінші 19-ға 9-ды қосамыз. 28 болады. Екінші 5-ке 2-ні қосамыз. 7 болады. Сонда бірінші қосындының мәні екінші қосындының мәнінен 4 есе артық болатындай болсын. Демек 7-ні 4 есе арттырсақ 28 болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.